Енді кекстерімізді арнайы осындай ыдыстарға 2 үлкен қасықтың мөлшерінде құямыз. Барлығын осылай құйып шыққаннан кейін 180 градустық пеште 20 минутқа пісіріп аламыз. Пісіп шыққан ыстық кекстеріміздің үстіне осылайша сиропты жағып, қант ұнтағымен әсемдейміз. Сиропты дайындау үшін кішкене суға қант қосып, араластырып қыздырып жіберсек, сиропымыз дайын болады. Сол сиропты осы кекстердің үстіне пайдалануға болады. Кекстеріміз міне әп-әдемі болып дайын болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Тез дайындалады, құрамында ешқандай майы жоқ. Каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, осындай түрлі рецептерді көретін боласыздар. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Нұргүл Амантаева.